күн де күшті ғой негізі. Мен бүгін бақыттымын. Неге бақытты болуыңызға не себеп? Бақытты болуыма. Ал Бекет, сіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Ой, сіздің көңіл күйіңіз күшті деп естідім. Кеше 12-де құттықтап барыпсыз. Аллаға шүкір. Қыздың енді көңілін табуға дайындалып жатсыз, бірақ қыз жоқ. Бір емес, екі гүл алған ғой, бір мамасы. Ойнап айтам, просто көңіл күйі күшті, просто Ақмаралдың. Келген кездегі салып беріп жатқан қатысушыларға күлетеді, басын бұрып жіберіп, соны салып беріп, соған күлкіге кетті де ата күтеді. Дайын боласыз. Өзім мен сенімді адаммын ғой. Жоқ деп қалса, сол күннен бастап үміткер күтіп кетесіз бе? Соңына дейін. Деп сіз айтқаныңызға біраз уақыт болған негізінде. Точно болды. Көңіл күйі онша емес пе? Мәссаған. Реск ауысып кетті. Аяқ асты ма? Химияда қайда жүрсе жан? Ақырке сіз қалай ойлайсыз? Тоқтаған ары қатынасты, мысалы қыз бен жігіт екіге кетеді ғой, екі жаққа. Мен жаңа айттым ғой, отбасы құру ол шағын ғана мемлекет. Оның тасын қалай қалауы менің қолымда да. Мен қасыма жай ғана дос немесе жай ғана қыз іздеп жатқан жоқ. Мен өзім болашақ жан-жарым іздеп жатырмын ғой. И мен оның әр жүз-тұрысына бәріне толыққанды қарайтын адаммын. Айтып қосылу дұрыс па, қаншалықты дұрыс? Тура мен келіп сұрайтын сұрақ екен. Неге? Қосылдық қой енді. Ой, сондай екен, ұмытып кеттім. Жақсы көріп тұрса қосылған дұрыс адамыз да андай екі жақтар бір-бірін қинап жүргенше лучше қосылған. А так бір болезненный отношениялар болады, оларда лучше қосылмай қойған. Мен не ушундай балага күйөөгө тийдим бе? Не ол? Өзіңше. Парадоксалный. Не қарағым? Қараса ішінде. Ішіндегі саңарда нәски. Ужас. Қоштасу қиын болып жатыр ма сонда саған Айдана? Білмеймін, бірақ. Даниярға қатты бауыр басып қалдың, иә? Қатты емес, бір бауыр басып қалдым. Жақсы адамнан айырылғым келмейді. Пока түсінбедім. Енді қол ұстасып жүрген сәттерді ұмыту мүмкін емес қой?